Құрметті әлеуметтік желідегі оқырмандар, бүгін Панфилов ауданы Сартөбе ауылдық кітапханасында Сартөбе ауылының мәзіні Кәрібаев Серік Нұрмұхаұлы мен ислам діні атты сұхбатымызға қош келдіңіздер. Серік Нұрмұхаұлы, сіз мына ислам діні туралы қандай ойыңыз бар? Ислам ділі жаратқан бір ғана есімі ол Алла тағаланың. Ислам дінінің адамдарны еңбек етуге, пайдалы және естуге, көруге, әртүрлі насихаттарға берілген. Ислам діні мына жастарымызға, тауба-таубыққа, әртүрлі салаға шақыратын, өзін адалдығына, өзі көрілгендігіне, ол бір Алланың ісі. Ислам діні Аллах тағаладан жәрдем сұраушылар, ол Аллах тағаланың әр періштелері, Жәбірейіл періштелері арқылы сүйікті және соңғы пайғамбарлары Мұхаммед алейхиссаламға жіберілген діні ислам діні деп аталады. Ислам діні өте тазалыққа да, сабырлыққа да шақырады. Ислам діні, мен өзім ислам дініне жүргенге бірнеше жылдар болды. Мен жастарымызға ислам дініне және басқа діндерге емес, өзіміздің ислам дініне жүруге шақырамын. Серік, сіз өзіңіз осы Сартөбе ауылында тұрғынысыз. Сіздің жолыңызды қуған балаларыңыз бар ма? Мен жолымды қуған балам бар. Ол Нұрмұха Мырзағали Серікұлы. Ол балам да осы ауылдың медработникі болып істейді. Ол өзі 5 уақыт намазына да, өзі жастарға да, осы имандылыққа да шақырады. Ол мен өзім көбінесе ақыл кеңесімді тыңдап, жастарға да ақыл кеңес береді. Сұхбат бергеніңізге рахмет. Әлеуметтік желідегі оқырмандар, сіз бүгін Сартөбе ауылының кітапханасындағы Сартөбе ауылының байырғы тұрғыны Кәрібаев Серік Нұрмұхаұлы мен сұхбат өткіздік. Рахмет. Сұхбаттауға келгеніңізге, сізге, отбасыңызға Алла тағала береке бірлігін берсін. Осы тыңдаушылар, әлеуметтік тыңдаушыларға, осы сұхбатты тыңдаушыларға отбасыларына береке бірлігін беріп, әрбір атқан абайлақтаңдар азан жасық құрметіне беріп, ел жұртымыз, халқымыз аман, бейбіт заманымыз болсын. Рахмет.